Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлбіреп тұрған жұп-жұмсақ, ішінде сырты да піскен шелпектің рецептісімен бөліспекші болам. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Таза ыдысымызға алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Жылы суымызды құйдым. Шекерімізді салып, жақсылап ерігенше араластырып жібердім. Екі қасықтай майонезімізді салып, араластырып, ақ майымызды құйып жібердім. Ұнымызды екі бөлікке бөліп салып аламыз. Ұнымызды обязательно илеп алуымыз керек. Ал ұнымыздың үстіне ашытқымызды салып жібердім. Мен осылай ашытқыны ұнның үстіне саламын. Маған осылай үйреткен мамамыз. Қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп алдым. Үстіне кішкене майымызды құйып жібердім. Ол өте жұмсақ болып шығады. Негізі иі қанып, ағымай құйса, осылай сіздер де құйып жіберсеңіздер болады. Мен оны 10 минутқа демалдырып, міне ашыған қамырымыз. Ұнымызды шашып, осылай бөліктерге қазір бөліп аламын. 7 бөлікке бөліп, алдым. Ал мына кішкене қамырым қалды. Бұны бөлек алып қойдым. Осылай барлығын бір келкі қып, формаға бәрін бірдей қылып домалақтап алдым. Осылай дөңгелек қылып жайып аламыз. Осылай барлығын жайып алдым. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, осы рецептімен жасасаңыздар, жақсы, өте жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Ал қызып тұрған майымызға жеті шелпегімізді пісіріп алып жатырмын. Осылай шетінен барлығын пісіріп алып жатырмын. Дайын болған 7 шелпегіміз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.